Булочки жасайсыз, бірақ қатып қалған, арасы піспей қалған болып шығатын болса, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Жылы сүтке шекер, ашытқы, тұз, сұйық май және жұмыртқаны қосып араластырып аласыздар. Үстінен ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеген қамырдың бетін жауып, жылы жерге ашығанша қойып қоямыз. Ашыған қамырымыз осындай әдемі болып шығады. Қамырды 80 граммнан бөліп, пергамент қағазына орналастырып, бетін жауып, тағы 15-20 минутқа қойып қойыңыздар. Творогқа шекер, жұмыртқа, кукуруз крахмалын қосамыз. Мен осы Петропавловск қою қаймағын қолданамын. Құрамы таза, тура үйдікіндей қаймақ, өте дәмді. Сіздерге де алуға ұсынамын. Қаймақты салып, жақсылап араластырамыз. Қамыр осылай көтеріліп тұрады. Қамырды кез келген затпен осылай ортасын қаттырақ басып алыңыздар. Басып алғаннан кейін жұмыртқаның сарыуызын жағамыз және 2 ас қасықтан салмасын салып шығыңыздар. Салмасын көбірек салсаңыз, булочкаңыз өте дәмді шығады. Мен осылай малина қосып жердім. Үстіне сеуіп жатқанымда описание бөліміне қалай жасалуын жазып кетемін. 180 градус қызып тұрған пешке 35 минутта пісіріп алыңыздар. Осымен булочкамыз дайын, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Рецепт осы парақшама тіркеліп алыңыздар.